Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді, өте жылдам дайындалатын тағамды үйренетін боламыз. Ол жылдам дайындалатын тағамды одан да жылдам қылып жасаудың жолын көрсететін боламын бүгін. Қазанға қызып тұрған майға етті саламыз, жақсылап қуырып, пиязды, сәбізді салып қуырамыз. Одан кейін картошканы салып қуырамыз. Бұл жерде помидор, болгарский, тағы да өзіңіздің қалауыңызша заттар қосып қуыра берсеңіз болады. Және 500 грамдай су құямыз. Су қайнағаннан кейін отты ең жайына қойып қоямыз. Пештің табасын аламыз. Өзімізге керек мөлшерде макаронды, яғни майда вермишельді саламыз. Пештің температурасын 240 градусқа қоямыз да қуырып алатын боламыз. Қатты күйіп кетпесін, жақсылап қасында қарап тұратын боламыз. Осылай мен көрсеткендей пешке салып алып, араластырып, қайтадан салып қоямыз. Өстіп 2-3 рет қайталаймыз. Сонда өте әдемі түсті болады біздің майда вермишельдеріміз. Және езілмей піседі. Біздің пеште піскен қып-қызыл болып қуырылған вермишельдерімізді қазанға саламыз. Қазанға салып болғаннан кейін көреміз. Егер су аз болса, ыстық қайнап тұрған судан құямыз. Вермишельдің бетінен шамалы асып тұру керек. Қатты көп болып кетсе, суы езіліп кетеді. Тым аз болса да құрғақ болып, онша жақсы болмай қалады. Сол үшін су макаронның бетін шамалы асып тұру керек. Бетін жауып 20 минутқа оттың ең баяуына қойып қоямыз. Мінекей достар, біздің майда вермишельіміз дайын. Міне дәл осындай тәсілмен жасасаңыздар, міне осылай шашылып тұрып піседі. Міне. Достар, подписка жасап, лайк басуды ұмытпайық.